70 жас. Ақыл мен парасаттың, болмыс пен бітімнің кемеліне жетіп, әбден толығып толысқан шағы. Сіргелі елі Елібай руы, Қоспай әулетінің ұрпағы, Асқартау әкеміз, Қалматов Жүсіп Сыдықұлы мен аяулы анамыз Оспанова Зілиха Ташқұлқызы екеуі де 70 жасқа өзгеге ұқсамас өзіндік соқпағымен, дара болмысымен, өнегелі ғұмырмен жетіп отыр. Өмірлерін адал еңбекпен өрнектеген қос бәйтерегіміздің өнегелі өмір жолы жас ұрпақ үшін үлгі тұтуға әбден тұрарлық. Саналы ғұмырын құрылыс саласына арнаған ардақты әкеміз Жүсіп Сыдықұлы 1953 жылы 15 тамызда дүниеге келді. Ал аяулы анамыз Оспанова Зілиха Ташқұлқызы 1954 жылы 1 ақпанда өмір есігін ашты. Бүгін міне, осы науқазналы қарттарымыздың 70 жылдық мерейтойы мен немерелерінің сүндет тойында бәріміздің басымыз қосылып, қос қуаныштың куәсі болып отырмыз. Жүсіп әкеміз 1970 жылы Жібек жолы елді мекендегі Аманкелді орта мектебін бітірген. Сол жылы Ташкент қаласындағы Политехника институтының құрылыс факультетіне оқуға түсіп, ойдағыдай аяқтайды. Әрі отан алдындағы әскери міндетінде абыроймен атқарып келеді. Еңбек жолын Ташкент қаласындағы ірі кәсіпорындарының бірінде прораб болып бастап, учаске бастығына дейін көтерілді. 1986 жылы Ленин атындағы химия өндірістік бірлестігінің құрылыс бөлімінің РСУ бастығы болды. 1987 жылы Усторгстрой тресінде күрделі құрылыс бөлімінің бастығы қызметін атқарды. 1983 жылы Сарағаш ауданы жемісті елді мекені Совхоз Сарағаш МПО-да құрылыс бөлімін басқарды. 1992 жылдан өзі туып өскен Жібек жолы сол кездегі Красный Восток колхозының басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарып, зейнетке шыққанға дейін жеке кәсіпкерлікпен айналысты. Анамыз Оспанова Зілиха Ташкенттегі байланыс техникумын 1976 жылы бітіріп, Полторацкий ауылдық округінде Қазпошта бөлімін бақандай 35 жыл міндетіне дақ түсірмей басқарды. Ата-анамыз өмірге ұл қыз әкеліп, барлығына саналы тәлім тәрбие берді. Перзенттерін ел сүйсінерліктей азамат етіп өсірді. Олардан 17 немере сүйіп, солардың бал қылығына, шаттығына бөленіп келеді. Осынау мерейліде, мерекелі сәтте сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тілейміз. Немереден шөбере өрбіп, солардың қызығына кенеліп, ортамызда аман сау жүре беріңіздер. 80-нің сеңгірінен асып, 100-ге жетіңіздер. Мерейтой құтты болсын.